Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге уәде еткендей, иммунитеті железный баланы қалай өсіреміз? Бұл видео сабақ шамамен 20-25 минут уақытыңызды алуы мүмкін. Бірақ төменде қазір мен айтатын 4-5 факторды сіз істейтін болсаңыз, шынымен де дені сау, денсаулығы темірдей баланы өсіріп шығарасыз. Жалпы бүгінгі тақырыпта не айтамыз? Туғаннан бастап 18 жасқа дейінгі баланың дені сау болу үшін істеу керек қарапайым әрекеттер. Бірақ күнделікті істеу керек. Келесі, аурушаң бала деген кім? Баланың психикалық дамуы қалыпты болу үшін не істеуіміз керек? Ол жайында да қысқаша ақпарат айтып өтеміз. Маңызды ақпарат. Психика сау емес адам, денесі, денсаулығы мықты, бірақ психикасы сау емес адамды біз сау адам деп санамаймыз. Сондықтан қысқаша бұл жайында да ақпарат болады. Дәрігерге қай кезде бару керек? Дәрігерге не үшін бару керек? Не мақсатпен бару керек? Соны білетін боласыздар. Енді мен үшін өте маңызды нәрсе ол осы менің сіздерге арнап жасаған видеомды сіздердің толық көрулеріңіз. Және де сіздерге де кішкене жеңіл болсын деген мақсатпен кішігірім ойын. Осы видео сабақтың ішіне 2 слайдқа 2 сөз жасырдық. Сол сөзді осы видеоны көріп болғаннан кейін маған дайректке жазған адамға бонус болады. Онда бастайық. Мен өзімді сіздерге қысқаша таныстырып өтейін. Есімім Айдын Құсайынұлы. Шығыс Қазақстанның, қазіргіше айтсақ Абай облысының тумасымын. Семей мемлекеттік медицина университетінде білім алдым 9 жыл. Дәл қазір педиатр дәрігермін, яғни бала дәрігері. Аллаға шүкір, Алланың берген 2 баласы бар, бір ұл, бір қыз. Осы 19 жылдық жалпы медицинадағы тәжірибемді осы балаларды өсіруге де қолданып келе жатырмын деп айтсам болады. 2015-17 жылдар аралығында мен Павлодар қаласында тұрдым. Сол жерде перинаталдық орталық бар, роддом. Сол жерде жаңа туған нәрестелер реанимациясында жұмыс істедім. Былайша айтқан кезде нәрестелерді туа салысымен ауыр дәрежеде туылған нәрестелерді 2-3 жарым ай күтіп бағып, содан үйіне выпискамен шығардық. Білесіздер, ол жерде айы күні жетіліп туылған нәрестелер де болады, өте ауыр жағдайда туылған, және шала туылған, яғни 500 граммнан бастап, жеке өзімізде болды, 570 граммдық баланы біз 4 ай бағып, оны үйіне шығардық. Бұл балаларды баққан кезде біз күніне 8 рет, әрбір 3 сағат сайын тамағын беріп отырдық, және сол әрбір 8 сағат сайын астыларын қарап, сиіп қойса, тышып қойса, біз соны ауыстырып тазалап отырдық. Уақытылы дәрісін бердік. Енді 3 ай, білесіздер, бір баланы бағу, әрине, ол науқас баланы бағу оңай емес. Сол тәжірибеден толығымен өттік. 2017 жылы резидентураны тәмамдағаннан кейін бірден Астана қаласына келіп, осы жерде номер 2 қалалық балалар ауруханасында жұмысқа орналастым, соматика бөліміне. Ол жерде 4 жарым жыл қызмет еттік. Білесіздер, бүкіл Қазақстан бойынша дертіне шипа таба алмаған ата-аналар балаларын әрине Алматыға, не болмаса Астанаға алып келеді. Дәл солай қаншама алып келген балаларды ауруханаға жатқызып, біз олардың емдеуіне, жағдайының жақсаруына атсалыстық, көмектестік. Ковидтің соңғы жылында, 1 жарым жыл, мен инфекциялық ауруханада жұмыс істедім. Бұл жерде туғаннан 1 айдан кейінгі нәрестелермен 60-70-80 жастағы үлкен кісілерді де емдеуге қатыстық. Үйге жіберетін үйге жібердік, ауруханаға жатқызатын ауруханаға жатқызып емдедік. Және де ең соңғы менің дәл қазіргі медицинадағы мектебім бұл анти-эйдж эксперт мектебі. Білесіздер, жылда iPhone жаңаратындай медицинада да жылда әртүрлі жаңалықтармен толығып отырады. Бұл анти-эйдж мектебі соңғы сондай жаңалықтарды үнемі бөлісіп, оларды диагностикалау жолын, емдеу жолын бізге былайша айтқанда беріп отырады. Бұл суретпен мен сіздерге осы анти-эйдж мектебінің бізге бір берген схемасы деп айтсақ болады.
бұл қазіргі кезде адамның ағзасында клетканың ішінде болып жататын биохимиялық өзгерістер, яғни зат алмасу өзгерістер. Қараңызшы, қаншалықты күрделі, иә. Осы суретке қарап біз адам ағзасының шынымен де күрделі екендігіне көзімізді жеткіземіз. Енді жалпы иммунитет деп біз балам иммунитет түсіп кетті деп жиі естиміз, жиі айтамыз. Сол иммунитеттің не нәрсе екенін, не нәрседен құралатынын сіздер бір сәт ойланып көрдіңіз бе? Дәл қазір телефоныңызда осы видеоны паузаға қойып, бір 30 секунд, 1 минутыңызды қиып ойланып көріңізші, иммунитет дегенді өзіңіз қалай елестетесіз жалпы? Содан кейін сіздің ойыңыз менің айтатын ақпаратыммен сәйкес келе ма, жоқ па, соны бір салыстырып көріңіз. Жалпы иммунитет басты деген осы 5 нәрседен құралады. Біріншісі ол ұйқы, екіншісі тамақтану, белсенді қозғалыс, яғни спортпен айналысуымыз, адамның психикасының сау болуы, психологиялық түрде адам сау болып өсу, және жаңағы алдын алу медицинасы, дәрігерлердің бұл кезде көмегі араласуы. Осы 5-еуін сіз жақсартсаңыз, сіздің жаңағы балаңыздың, өзіңіздің иммунитетіңіз, денсаулығыңыз шынымен де темірдей берік болады. Жалпы бағанаға айттық, 5 бөлік, соның біреуіне тамақтану кіреді. Балалардың қазіргі ең көп мен тәжірибемде, практикамда жиі кездесетін проблема ол баланың пайдалы тағамнан бас тартуы, зиянды тағамға әуес болуы, соған құмарлығы. Жалпы біз ас қорыту жүйеміз бар ғой, біздің асқазанымыздан анау тік ішегімізге дейін. Соның жұмыс істеу, дұрыс жұмыс істеу жаңағы жүйесін білсек, бізде зиянды тағамға деген құмарлық азаяды. Себебі миымыз не нәрсенің шынымен пайдалы екенін түсінген кезде автоматты түрде сіз одан ақырындап бас тарта бастайсыз. Соны қысқаша түрде мен сізге түсіндіріп өтейін. Ең бірінші бізде ас қорыту ол ауыздан басталады. Ауызымызға тамақты салдық. Тамағымыз дұрыс қорытылу үшін ол жеткілікті мөлшерде шайналу керек. Кемі 25-30 рет. Сол кезде біздің сілекейімізге әбден шыланған тамақ ары қарай біріншіден жұтуға оңай болады. Екіншіден, сілекейімізбен бөлінген әртүрлі ферменттермен жаңағы ыдырайды, әртүрлі ұсақ молекулаға дейін. Содан ары қарай жұтынамызда біздің асқазанымызға өтеді. Асқазанымызға түсті, асқазанымызда бізде тұз қышқылы деген сұйықтық болады. Тұз қышқылына түскен кезде аузымызда жартылай ыдыраған тағам, жартылай бөлшектелген тағам, одан ары қарай ұсақ молекулаларға ыдырай бастайды. Асқазанымызда белгілі бір мөлшерге дейін тағам жатты, белгілі бір уақытқа дейін жатты, енді ол ары қарай 12 ішекке өтеді. 12 ішекте көріп тұрсыздар, мынау сары сопақ, ол бізде ұйқы безі. Ұйқы безі бізде ағзамызға түскен қанттың мөлшерін төмендетеді. Екінші жағынан тағы да фермент бөлінеді. Фермент деген бізде майды, клетчатканы, белокты ыдыратуға арналған жаңағы сұйықтық. Екінші жағынан көріп тұрсыздар, бұл жасыл түсті болып тұрған біздің өт қабы. Өт қабынан өт сұйықтығы бөлінеді. Білесіздер ғой, қазанның қатып қалған қоғын майын кетіру үшін белгілі бір сұйықтық ерітінді қолданамыз. Өттің құрамы сол қазан жуатын ерітіндіге ұқсайды. Жаңағы біздің ағзамызға түскен майды өте ұсақ молекулаға ыдыратып жібереді, біздің ағзамыз оны сіңіруге жеңіл болады. Сондықтан өтінде тас бар адам, өтінде тоқырау, өтінде застой бар адамның майды қорыта алмай, майды сіңіре алмай қалуы содан. 12 ішекте жеткілікті мөлшерде ферментке ыдырады, фермент бөлінді, өт бөлінді, ары қарай әбден ағзамызға уже сіңуге дайын болып өткен тамақ аш ішегімізге өтеді. Аш ішегімізде біздің ағзамызға сіңіріледі. Сіңіріліп біздің бүкіл ағзамызға жетеді. Мынау шашымыздан бастап бақайымызға дейін. Оның ішінде көз де бар, жаңағы құлақ та бар, тері де бар, тырнақ та бар. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, жоғары жағындағы сурет, бұл біздің аш ішегіміздің ішкі көрінісі. Ұсақ мынандай бармақ сияқты түрі өскіндерден құралған. Оның астындағы сурет ол одан да ұлғайтып көрсетілген көрінісі. Көріп тұрсыздар, әрбір осындай өскіннің ішінде
бізде қан тамырлары бар. Бағанағы ауыз қуысынан, асқазанынан, 12 елшектен әбден ұсақ болып ыдырап, ұсақталып келген тағам осы жерде келіп, тікелей қан тамырына өтеді, біздің ағзамызға керек жеріне, керек мөлшерде жеткізіледі. Осы астындағы суретте екі стрелканы көріп тұрсыздар ғой, бұл бізде клеткалар. Клеткалар және осы клеткалардың бір-бірімен байланысы. Осы суреттің сол жақ бөлігін қарасаңыздар, жаңағы клеткалар бір-бірімен арасы мынандай бос орын жоқ, қосылып тұрады. Бұл бізде сау клеткалар. Сол жағынан көріп тұрсыздар, аралары ашылып кеткен. Бұл бізде жаңағы бұзылған, жұмысы бұзылған науқас ауру клеткалар. Бұны біз тесік шек синдромы деп айтамыз. Неліктен бұл жерде тесік шек синдромы пайда болады? Біз біріншіден тағамды өте көп жейміз. Жаңағы қарнымыз ашпаса да, ішіміз пысқан кезде тамақ жей береміз. Екіншіден, жаңағы тамақтың құрамына қарамаймыз. Көбінесе тәтті нәрсені, көбінесе ұннан жасалған тағамды өте көп жейміз. Сол себепті осындай қабыну процесі туады да, арасы ашылып кетеді. Сол арасы ашылып кеткен жерден аллергендер, әртүрлі ауру тудырушы инфекциялар тікелей қанымызға өтіп кетеді. Олар осы жабық клеткадан ары қарай өте алмай, үлкен дәретпен сыртқа шығу керек еді. Ал олар мына ашық-ашық арасынан тікелей қанымызға өтіп кетті. Сондықтан экзема көп. Сондықтан қазір бізде псориаз көп, терінің әртүрлі аурулары көп, жүйке жүйесінің әртүрлі аурулары көп. Сонымен қатар жаңағы сезондық аллергия. Қазір 10 адамның 3-інде, 4-інде ол точно бар. Жалпы осындай жаңағы бұзылыс болмау үшін тамақтанудың негізгі басты ережелерін сақтауымыз керек. Біріншіден ол барлық фокусымыз тамақ ішкен уақытта алдымызға қойған аста болу керек. Телефонға, ютубқа, тиктокқа алданбай отырып біз тамақ ішуіміз керек. Біздің фокусымыз, назарымыз басқа жақта болған кезде жеткілікті мөлшерде бағанағы айтқан ферменттер бар ғой, солар бөлінбейді. Өтіміз жеткілікті мөлшерде бөлінбейді. Өйткені мидан толық сигнал барған жоқ. Сен тамақ ішіп отырсың, ананы керек мөлшерде өтті бөл, керек мөлшерде фермент бөл деген сигнал жартылай ғана барды да, олар жартылай ғана жұмыс істейді. Екіншіден, сумен, жалпы сұйықтықпен тамақты араластырмаймыз. Осы жерде мынандай бір, осыны үнемі айтқан сайын маған сұрақтар келеді, қақалы бөлеміз ба дейді. Сіз жеткілікті мөлшерде ауызда шайнайтын болсаңыз, сіз 20 рет шайнаңыз, 30 рет шайнаңызшы, сізде ана жерде сусыз ақ емін еркін жұта бересіз. Жаңағы суды араластырмаймыз, шай, кола, қарапайым қара судың өзін ішпейміз. Енді сіз жаңағы қарапайым коланың өзін ішкен кезде су құйсаңыз ішкіңіз келмей қалады, оның дәмі кетіп қалады. Дәл сол сияқты асқазандағы тұз қышқылдығы үстіне су құйған кезде ол қышқыл болмай қалады. Сол себепті ол жерде қышқылдық төмен болғандықтан тамақ қыдырамайды, бактериялар өлмейді. Енді бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі жаңағы балансты тамақтану. Сіздің тамағыңызда 25% кем дегенде белокты тағамдар болу керек, 25%. Күрделі көмірсулар дейміз, сложный углеводтар. Солар болу керек. Клетчатка ол 30-35% болу керек кемі. Клетчатка дегеніміз ол көкөністер, жеміс жидектер, кез келгені. Және 10-15% май болу керек. Май, білесіздер, біздің гормондық жұмыс істеуімізді қамтамасыз ететін нәрсе. Бізде май жеткіліксіз болса, гормон бөлінбейді. Гормон бөлінбесе, зат алмасу процесі бұзылады. Енді осы нәрсені сіз тамақтануда сақтасаңыз, бағанағы тамақтану біздің иммунитетіміздің 20%-ын алып тұрды ғой. Сіз 20% иммунитетті жақсы жұмыс істеттіңіз. Келесі ұйқымыз. Жалпы адамның баланың бойының өсуі ол ұйықтау кезінде болады. Иммунитеттің клеткаларының жаңаруы ол ұйқы кезінде болады. Сіз ояу жүрген кезде сіздің ескірген, стрессқа ұшыраған, қартайған клеткаларыңыз жаңара алмайды. Енді зейінді, есте сақтау қабілетін және эмоциялық тұрақтылықты оны сіз өзіңізде 2 күн ұйықтамасаңыз бірден байқайсыз. Келесі артық салмаққа, тек қана артық салмақ емес бұл жерде. Жаңағы кез келген эндокринологиялық бұзылыс. Бұл ұйқы уақытылы болмаған кезде болады. Мына суретті қарап алыңыздар. Бұл баланың жасына сай қанша сағат тәулігіне ұйықтау керек ұзақтығы. Скрин жасап алыңыздар. Ұйқының ережесін басты қағидаларын айтып кетейін. Ұйықтар алдында 4 сағатқа дейін тамақ
ішпеу керек. Ұйықтардың алдында жеңіл желпі су, айран ішсеңіз болады, бірақ қою тамақ емес. Келесі, ұйқының алдында гаджет қарамаймыз. Осы телефоннан, телевизордан бөлінетін сәуле біздің ағзамызда кортизол бөлінуін ынталандырады. Кортизол бөлінді деген біздің ұйқымыз қашты деген сөз. Сағат 22:00-де балаңыз негізі ұйықтап қалу керек. Ол сол уақытта ұйқыға жатпау керек. Уже ұйықтап жату керек. Негізі бөлме тас қараңғы болған жақсы. Сырттан ешқандай жарық түспегені жақсы. Және сырттан ешқандай дауыс ұйқыны бөлмегені жақсы. Келесі, бұл да маңызды ереже. Ұйықтайтын бөлме ауасы неғұрлым салқын болған жақсы, бірақ одеялыңыз жылы болған абзал. Баланың келесі психикалық дамуы, махаббат және қауіпсіздікті сезіну, бұл ең бірінші қағида. Кезінде бір лагерде, не болмаса қандай да бір қиын кезеңде, қателеспесем 30-40 жылдар аралығында, жаңағыдай белгілі бір уақытта анасы балаларын 1 айға, 2 айға, 3 айға детдомға дейміз ба, сондай баланы қарайтын жерге өткізіп кеткен кезде 30% бала сол жерде шетінеп кеткен. Олардың тамағы тоқ болған, ұйқысы қалыпты болған, бірақ психикалық анасының махаббатын сезбегендіктен баланың сондай әлсіреп қайтыс болуы болған. Тірі қалғандарының өзінің көбінің психикалық ақаулары болған, жетістікке жету ықтималдығы оларда өте төмен болған. Сонымен қатар жас ерекшеліктеріне байланысты баламен адекватты қарым-қатынас жасау. Баламен сапалы уақыт өткізу. Қараңызшы, сіз кешке үйіңізге келген кезде ойлайсыз, баламен енді ұйықтағанға дейін уақыт өткізіп жатырмын ғой деп. Бірақ фокусыңыз телефонда, фокусыңыз басқа нәрседе көбінесе. Сіз телефонды өшіріңіз, беззвучныйға қойыңыз. Жаңағы баламен прям көзіңізбен көзін контакты жасау арқылы, оның мимикасын, эмоциясын сезіну арқылы жарты сағат уақыт өткізіңізші. Одан кейін телефоныңызға, кітабыңызға полный 100% кіріп кетсеңіз де, сіз ештеңеден ұтылмайсыз. Әрине, бұл жарты сағат минимум. Одан көп уақыт өткізсеңіз, тіпті керемет болар еді. Сосын балаға шектеу мен еркіндікті тең дәрежеде беру. Толық балаға рұқсат беріп тастамау, толық баланы шектеп тастамау. Және осы қазіргі жоғарыда айтылған және төменде болатын ережелер, тамақтануға, спортқа, ұйқыға қатысты ережелерді сақтау. Ол ережелер де баланың психикалық дамуына тікелей әсер етеді. Енді белсенді қозғалыс, белсенді спорт, мен сізге бір ғана нәрсе айта салайын. Балада, жалпы кез келген адам ағзасында белсенді қозғалыс болмаса, мынау шеткі біздің клеткаларымызға жеткілікті мөлшерде қан бармайды. Қан бармаған жерде зат алмасу жеткілікті дәрежеде болмайды. Сондықтан қандай да бір бұл жерде ауытқулар болады. Және дәрігерге біз қай уақытта баруымыз керек? Бұл да өте маңызды. 1 жасқа дейін біз 4-5 рет барамыз. Бала туғаннан кейін 1 айда, 3 айда, 6 айда, 9 айда, 1 жасында. Неге? Себебі бала 1 жасқа дейін өте жылдам өседі. Мысалға, қазір бала 3 килограмм болса, ол 1 жасқа толған кезде ойлаңыз 10 килограмм болады. Өзінің туғандағы салмағынан 300 есе артық салмақ қосады. Сіз қазір 50 килограмм болсаңыз, 1 жылдан кейін 150 килограмм болмайсыз ғой. Мен салыстырмалы түрде айтып отырмын бұл нәрсені. Бала сондай жылдамдықпен өсіп жатқан кезде, қандай да бір ауытқу бар жоғын дер кезінде уақытылы анықтауға көмектеседі, дер кезінде ем алуға сіз қандай да бір жағдай жасаған боласыз. Дәл осылай 1-3 жас аралығында әр 6 ай сайын барасыз. 3 жастан ары қарай жылына 1 рет барсаңыз жеткілікті. Және де қандай да бір травма болған кезде, басқа да шұғыл жағдайларда. Енді ойланып көріңіз, осы айтылған 5 фактордың сіз қанша пайызын және сол әрбір факторды қанша пайызға орындап жүрсіз. Егер сіз профилактикалық алдын алу деген факторды алып тастап, қалған 4 факторды орындап жүрсеңіз, 90%, 80%, 100%-ға сізге дәрігердің былайша айтқанда мүлдем қажеті жоқ. Егер орындамаған болсаңыз, онда балаңыз аурушаң болса, сізден басқа, сіздің отбасыңыздан басқа оған ешкім кінәлі емес. Осы уақытқа дейін 10 мыңнан аса балаға консультация жасадым, кеңес бердім, қарадым. Солардың денсаулығының кішкене болса да жақсаруына белгілі бір дәрежеде атсалыстым. Соңғы деп айтпай ақ қояйын, мен осы 2015 жылдан бастап тәжірибені нақты бастағаннан бері
көріп келе жатырмын. Жылдан жылға аурулар жасарып келе жатыр. Төменде өздеріңіз көріп отырған аурулар бар. Басындағы екеуіне мысал келтірейінші. Қатерлі ісіктер 2007 жылы ана мен бала орталығында бір ғана онкология бөлімшесі болған. Білесіз бе, дәл қазір соның саны 5. Аутизм осы жаңағы 1970 жылдары қой деймін, қателеспесем, ақш-тың жасаған зерттеуінде 10.000 адамға бір аутизм баладан келген. Дәл қазір осы статистика 36 балаға бір баладан келеді. Одан басқа да өздеріңіз көріп жүрген, өздеріңіз естіп жүрген қаншалықты денсаулықтың патологиялары бар, иә. Бұның барлығы біздің өмір сүру салтымыздың 180 градусқа өзгеруінен. Сол нәрсені біз қалыпқа келтіруіміз керек. Жалпы дұрыс нәрсені дұрыс жасау деген нәрсе бар, иә. Ол дегеніміз, сіз айфонды кредитке алып аласыз да, тек қана оны WhatsApp-ын пайдаланасыз және біреумен сөйлесуге пайдаланасыз. Бұл дұрыс нәрсені қате жасау деген мағына, иә. Ал дұрыс нәрсені дұрыс жасау, егер сіз iPhone алсаңыз, оны жаңағы видео, фотоға түсіріп, қосымша табыс табатын болсаңыз, ол дұрыс нәрсені дұрыс жасау болады, иә. Дәл осы сияқты біз тамақтанған кезде де дұрыс нәрсені дұрыс жасауымыз керек. Спортпен айналысқанда да дұрыс нәрсені дұрыс жасауымыз керек. Ұйықтаған кезде де дұрыс нәрсені дұрыс жасауымыз керек. Біз жеткілікті жаңағы ұзақ уақыт ұйықтауымыз мүмкін, бірақ обед уақытында күндіз ұйықтауымыз мүмкін, түні бойы жұмыс істеуіміз мүмкін. Бұл дұрыс нәрсені қате жасау. Егер сіз түнгі жаңағы 10-да жатып, түнгі 3-те тұрып, ары қарай таңғы уақытта жұмыс істейтін болсаңыз, бұл дұрыс нәрсені дұрыс жасау болады. Осы нәрсені сіздерге детально негізі жасауды үйрену керек. Сол нәрсеге сауатты болу керек. Сіздерде дәл қазір мынандай 2 ұсыныс бар. Балаңызға жаңағы өзіңізше өмір сүріп, балаңызды иммунитетіне, жалпы балаңыздың дұрыс дамуына жағдай жасайсыз. Қателесесіз, келесі жол қателігіңізді қайталамауға тырысасыз. Екінші жол бар, белгілі бір осындай тәжірибесі бар адамнан, соның тәжірибесі арқылы қателіктерді мейлінше аз жасауға тырысасыз. Сіздерге әрине екінші жолды таңдайтындарыңыз белгілі. Мен осы мақсатта железный иммунитетті қалай жасаймыз деген курс дайындап қойдым сіздерге. Бұл курста сіздер бала туғаннан бастап, жоғарыда айтып кеткендей, 18 жасқа дейінгі бала денсаулығына қатысты басты сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Әрине, бағанадан бері жоғарыда айтып кеткен ақпараттарды сіз өзіңіз түсініп, соған мән беріп істейтін болсаңыз, бұл курсты алмай-ақ балаңыздың денсаулығын жақсартуға болады. Бұл курста менде әрбір кірген бөлім детально айтылатын болады. Бұл курс жалпы кез келген баласы бар, бала жоспарлап жүрген ата-аналарға арналған. Және современный, продвинутый дейміз ғой. Ата-әжелерге, үйінде немереге бас көз болып қарап солардың күтіміне жауап беріп отырған ата-әжелерге арналған. Және болашақ педиатрларға, қазіргі жұмысын енді бастап келе жатқан педиатр дәрігерлерге арналған. Жалпы бұл курстың программасын қысқаша айтып кетейін. Бала туғаннан 6 айға дейінгі күтімі және 6 айдан 1 жасқа дейінгі күтімі. Білесіздер, 6 айдан кейін балаға прикорм қосылады. Сол прикормды қалай дұрыс қосу керек? Балалардың физикалық дамуын бағалау, баланың яғни бой өсуін, салмағын бағалап отыратын нақты сізге А4 қағазда график берем. Соған жыл сайын сол графикке бір точка қою арқылы сіз балаңыздың қаншалықты дұрыс өсіп келе жатқанын бақылай аласыз. Қандай да бір ауытқу болса, балаңыз мысалға соңғы 1 жылда өспей қалса, соңғы 2 жылда бала бойы өспей жатса, сол точкаға бірден қарайсыз да, балам бойы өспей жатыр, не себептен екен деп дәрігерге бірден алып келесіз. Ары қарай дәрумендер, минералдар, белок, көмірсу, клетчатка, майлар туралы толық ақпарат болады. Астың қорытылуы, сіңіру үшін жаңағы сол жақсару үшін біз не істеуіміз керек? Анемия болмау үшін не істеу керек? Анемия болған кезде оны қалай емдеуіміз керек? Балаңыз аурушаң болмау үшін жаңа аурушаң болып қалса, одан қалай шығу керек? Жолдарын айтамыз. Анализдерді, жалпы базовый анализдерде біз нені білуіміз керек? Сол туралы ақпарат болады. Және балаңыздың сыртқы көрінісіне, терінің түсіне, тырнақтың жаңағы сипатына, шаштың түсуіне қарап, балада қандай белгілер, қандай аурудың белгілері келе жатыр, соны анықтайтын сабақ болады.
Жалпы ұйқы гигиенасы, спорт, гаджетті қолдану гигиенасы туралы толық ақпарат болады, және витаминдер тізімі балаға арасында жаңағы балаға анализ тапсырмай-ақ қандай витаминдерді бере аламыз, олардың да тізімін берем. Бала күтіміндегі әкенің, ата әженің рөлі. Енді бұл жерде менің былайша айтқан кезде 15-20 жылдық тәжірибемнің ең сіздерге қажет деген шырынын бергелі отырмын. Бағасын осынша суммаға өзім бағаладым. Әрине бұның бір бірағы бар, сіздерге тағы да бонус ретінде бергім келіп отыр. Егер бағанаға жоғарыда айтқан жасырын сөзді маған дайректке жазып жіберсеңіздер, осы видеоны толық көріп шықсаңыздар, және осы видеоны көргеннен кейін 24 сағат ішінде толық төлем жасасаңыздар, сіздерге почти 40% жеңілдікпен курсымды осынша бағаға берсем деп отырмын. Сіздерге бірден айта кетейін. Алдыңғы бастапқы екі видео сабақты көресіздер. Соны көргеннен кейін жоқ, маған бұл курсыңыз ұнамады десеңіз, мен сізге 100% төлеген суммаңызды қайтарып берем. Сіздер осы QR арқылы төлем жасағаннан кейін чекті маған Инстаграмда дайректке жібересіз, мен сізді курсқа қосам. Жалпы осы 6990 теңгеге сіз не аласыз. Енді түсінікті, барлығы бағанадан бері айтып кеттім. Бағасы жағынан ең арзан, бірақ құндылығы жағынан қымбат білім аласыз. 10 жылдық тәжірибесі бар тәжірибемнің, былайша айтқанда, сізге ең керек шырынын, сөлін аласыз. Баланың дұрыс тамақтануын қамтамасыз ету арқылы оның болашағына инвестиция жасаған боласыз. Және бұның ішіндегі 80% ақпарат тек қана балаға қатысты емес, ересек адамдарда тікелей өзінің өміріне қолдана беретін ақпарат аласыз. Не болмаса, бұл сумманы сіз бір обедке жұмсайсыз, кафеге, немесе балаңызға бір сыйлық аласыз, или кинотеатрдан бір кино көріп қайтасыз. Бұдан бөлек сіздерге бонустар болады. 2 апталық пайдалы тізім менюлар, тағамдар менюін жібереміз. Қараңыз, бұл жерде таңғы ас бір бөлек, түскі ас бір бөлек, кешкі ас, ужин бір бөлек. Осылай 2 аптаға жасалады. Енді белгілі 2 апта жасап болғаннан кейін қайтадан бірінші менюдан қайталап осын жасай берсеңіз болады. Екіншіден, баланың бой өсу графигі, бағана айтып кеткен. Соны сізге соның электронды версиясын берем, сіз қағазға шығарып аласыз, және видео сабақ болады курста. Сол видео сабақтан қарап отырып, қай жерге қандай точка қою керек, баланың бойын қалай динамикада тексеріп отыру керек, толық ақпарат болады. Одан кейін қолдау WhatsApp чаты болады, не болмаса Telegram чаты болады. Курс бойынша осы курста қамтылмай кеткен жеке өзіңізге байланысты сұрақтарды біз тікелей эфирда Инстаграмда өткіземіз, сол жерде жаза аласыз. Бұндай сұрақтарды сіз жаңағы қолдау чатына да жаза аласыз. Сол жерде біз жаңағы жауап беріп отырамыз. Курсқа тіркелу үшін бағана айтып кеткен дайректке чек жібересіз, құпия сөз жіберіңіз, және де мен сізді курсқа тіркеймін. Егер курсқа тіркелген, курсты сатып алған болсаңыз, Алла сіздің зейініңізді ашсын. Менің осы білімімді шынымен де сізге пайдалы етуін тілеймін. Осы курстан сіз кем дегенде, жоқ дегенде 1% білім алып, сол білімді өміріңізге енгізген болсаңыз, сіздің осы алған курсыңыз толығымен ақталды деп сенемін.